Есте жоқ, ескі заманда Мөдөй хан деген хан болған екен. Ол кісі өзі сондай көреген, кемеңгер, көсем, басшы бола білген екен. Оның бұл қасиеттері қалың Қытай халқымен қарым-қатынаста аңғарылып қалса керек. Бір күні Қытайдың патшасы осы елдегі бір аузымен құс түстейтін жүйрікті байқап, сол жүйрікті маған бер деп қолға салды дейді. Мөді хан әлгі Қытайдың патшасының қолын қайтармай жүйрікті беріп жібереді. Оған місе тұтпаған Қытай патшасы бір күні әйгілі бір сұлуға көз түсіп, осы сұлуды маған ұзат дейді. Мөді хан ол сұлуды да көзі қиып, жаңағы Қытайдың патшасына ұзатады. Мұны да місе тұтпаған Қытай патшасы, сенің пәлен деген жайлаудағы шұрайлы жеріңе көзім түсіп тұр, соны маған қый дейді. Сонда Мөді хан, жаңағы тұлпарды қиған, сұлуды қиған Мөді хан Қытайдың патшасына, сен тым артық кетіп барасың, мен саған қарсы жерімді де бермеймін деп, Қытай патшалығына қарсы қан майдан ашыпты. Сөйтіп Қытайлардың үнін өшіріпті деседі. Бұдан шығатын қорытынды не? Яғни біз қара жеріміздің қадірін, қасиетін сол бабаларымыздай қастерлей білуіміз керек. Осыны естен шығармай ағайын.